sabahımızda biz özgece yedik. Dört sabahda aşk olsun sabah dediğinde. Aldığınız sendeki sabahta bastığımız sonra bence kötüden kunduk taraflar öyle. Zasamparlık ben zanaşılık ayılarını akban ayı bizde tabiatı çanelerimi tabiatı çaneycansız tabiatın baylanısı olan çaneylerini yaratıralı albaşka sünnet ruhu tralı sendeki ayı tuttu. Yani sender zanaşılık dediğini niye düşünüyorsun? Yani қазіргі кезде мысалы алатын болсақ жаңашылдық бізде қазіргі таңда жасанды интеллекттің дамуы өрбуі дұрыс па жасанды интеллект бізде қарқын дамып әрбір салаға өз несін қосып жатыр үлесін қосып жатыр иә дұрыс па енді мен сендерге өткен сабақты пысықтау мақсатында сұрақтар дайындап келдім осы ящиктарды басу арқылы сендер сұрақтарға жауап бересіңдер кім шығады тақтаға бұл ящикті қандай қандай программа Pierwszy opuszczam. Ten Muhammad Yusuf. Yani kompüter virüsler bakan bir programajı. Antivirüs. Молодец, дұрыс. Келесі оқушылары. Қалған саны басаңдар болады. Кәдімгі тоқтан. Сен шығасың ба? Алина, иә? Кегербин дегенімізге, бұл робототехниканы сабағында өткеніміз, иә? Қандай еді? Кегербин. Кім біледі? Кегербин не еді? Robototexnika sabahında ötüp koy. Ne getireyim? Robotlarda. Молодец, өзі білді, иә? Robotlarda bölümге тарсын, біз кегербин деп айтады. Алдым сұраққа. Сәл ашасың ба? Қандай ашасың ба? Айда ашты. Сұрағымыз қалды. Видео бар, редактор мүмкіндіктері қандай? Яғни видео бақырыз неседі, өте сұрақтар болсын. Иә, видео ажаттан қалады, бөлімдер, олардың не қойды? Сөйлетті. Иә, біз айтма оқшы? Келесі, мандоқтар. Бәкім шығысың. Дыбысы шығаратын құрал бар. Яғни бақылау. Соған қалар. Одан не істейміз? Дыбысы барам. Кән нағылдан тұмаға қарай шықпасын. Кән сесесіз. Ең соң сұрағымыз қалды. Лабиринт дегеніміз не? Лабиринт. Ол робототехникадан өтсе, үлкен тақырыптарды, иә? Кән қателерімізде? Иә, дұрыс. Кезін ма? Дұрыс айтыңдар. Лабиринт, түрлі өзгелерде құрылған, ол саналады. Енді сендерге сендерді жаңа тақырыпты бастамас бұрын сендерді бір топқа бөліп алғым келеді. Бұл топқа бөлу үшін сендерге экологиялық қорап дайындап келдік. Енді экология дегенде нені түсінеміз? Қандай пәнге байланысты? Табиғатқа. Табиғатқа жаратылыстану пәніне байланысты, иә? Табиғат туралы жаратылыстану пәнінен өттік, иә? Экологиялық қорапта сендерге дайындаған затым, әдетте қазір бұл заттар алмастан сендерге мен айтып өтейін. Сендерге кабинетке кіретін кезде қауіпсіздік ережесін айтатын едім, иә? Сырттан қолымызға не алып келмейік? Не үшін? Компьютерға қоқымдары түсіп, бізге сусындар айтып алып келмеуді айтамын, иә? Енді бірақ мен бүгін сендерге қауіпсіздік ережесін бүгін сабақта топқа бөлу мақсатында бір басқаша жолмен бөлуді ұсынамын. Сендер келесіңдер, қораптан зат аласыңдар. Ол қораптағы келіңдер. Кәдімгі шыққаныз тез сұраққа келіңдер. Қораптан алған заттарыңды сабақ барысында жемейсіңдер. Мен ала берсеңіз, ерте қораптан яғни қолымда алған заттарды оқушылар, мен бұл заттарды ресурс ретінде, материал ретінде пайдаланып отырғым келіп тұр. Яғни бұл заттарды алдыңдар, иә? Мына жаққа шығамыз оқушылар. Қолымдағы заттарды маған екі сөзбен сипаттап, бәрін шығамыз. Кән оқушылар бәрін шығамыз. Иә, бәрін шығамыз. Қолымдағы заттарды маған айтасыңдар. Пайдалы емес, зиян емес, оны айтып беріңіздер. Кән, сенде не? Молодец. Мына топқа отырамыз, пайдалы өнімдер мына жаққа отырамыз. Молодец, пайдасын да біледі. Бұл? Зияны да мына жаққа отырамыз. Бұл? Одан зиян жоқ. Химикатпен жасалған мына топқа заттарымен бірге өте беріңіздер. Көрдіңіздер ма, мен сендерге айттым, топқа бөлетін кезде ерекше етіп бөлемін деді. Бұл заттарды қазір сендер бала болғандықтан, балалыққа, шағалыққа бөлінбей материал ретінде ұсындым. Бұл сабақтан соң өздеріңе алып қаласыңдар, жегесіңдер. Бұл қазір сендерге топқа бөлу, сабақ барысында қолданатын зат ретінде қолданып дұрыс па? Енді сендерге сол пайдалы зиялы деп емес, нәрлі өнім деп топқа бөлдім. Яғни нәрлі өнімге бізде табиғи заттардан осы топты қоямыз. Енді бір кездесінде топ басында сайлап өтейік. Кән нәрлі өнімнің топ басы бізде кім болсын? Мұхаммад Юсуп. Бұл жақтағы
Bu sendерге топтасуларымыз сабақ барысында білмей қалған оқушыға көмектеседі. Бұл дегені сендердің жұмыстарыңды жасап беретін емес, сендерге бағыт бағдар беріп тұратын адам топтасы, дұрыс па? Топтасулар группасын естелік алға сүйрейді. Түсінікті, иә? Бүгінгі сабағымызды енді қараңыздар. Презентацияға жаңа сабағымыз тақырыбы, презентацияға арналған тақырып. Ортақ тақырып, қоршаған ортаны қорғау. Яғни мен сендерге алып келген экологиялық қорабымдың мағынасын енді түсіндіңдер ме? Яғни сендердің ортақ тақырыбымыз не екен? Қоршаған ортаны қорғау болғандықтан осы мені алып келдім қорапты. Енді сендер экранға жаңа тақырыпты түсіну мақсатында экранға назар аударамыз. Яғни қазір сендерге бұл жаңа тақырыпты керемет түсіндіріп береді. Жақсы тыңдаймыз. Енді бүгінгі сабағымыздың мақсаты ақпарат іздеу, компьютердегі файлдар мен бумалар жатталынатын түсіндірмесі, яғни браузер параметрлерін қолдану. Яғни сенің үйренетінің презентацияға арналған ақпарат браузер құралдарын қорғау. Яғни сендер қазір маған алған заттарыңа өздерің ақпарат айтыңыздар, иә? Ақпарат айтып, жаңа сабақты несін ашқыңыздар өздеріңіз. Енді бұл сабақты жақсылап көріп, түсініп алдыңыздар. Яғни ақпаратты іздеу үшін біз нені көмегінен білеміз? Кейде үй жұмысын түсінбей қалған кезде, Google, интернетке білеміз, иә? Интернеттен біз керекті ақпараттарды аламыз. Соған көптеген сұрақтар арқылы жауап аламыз. Енді дәптерімізге бүгінгі күні қойып, кішкентай конспект жазып аламыз. Презентация туралы жазып қояйық. Сөйтіп жазамыз. Презентация бұл таныстырылым, баяндама, жобаны есеп беруді қорғау, көрсету және дайын ақпаратпен бөлісу. Яғни сендер қолдарындағы затты маған ауызекі түсіндіріп ақпарат айттыңыздар, дұрыс па? Ол да бір презентация сияқты ақпаратты түсіндіру болып есептеледі. Процесте жазамыз. Яғни сендер екі топқа бөлінгенсіздер, иә? Біздің қазіргі күнде денсаулығымыз өзімізге алдымен өзімізге қажетті, иә? Біз сау болсақ сабақтарды жақсы оқимыз, дұрыс па? Енді мен сендерді денсаулықтарын нығайту мақсатында сендерге қазір сабақ барысында витаминдер алып келдім. Бағалау мақсатында осы витаминдер арқылы сендерді жауаптарына баға қойып отырамын. Қолымдағы тесте жазып қоямын. Болғаннан кейін пікірталас сабағымызды бастаймыз. Ол, иә? Яғни бұл топтық жұмыс деп аталады. Интернеттің пайдасы мен зияны туралы айтамыз. Яғни мына топқа мен интернеттің пайдасын айтсам, мына топ соған қарсы зиян жақтарын айтып береді. Бастаймыз. Көп мағлұматтарды. Зияны ол көзден бұрын нашарлатады. Біз кітаптардан да алсақ болады. Сендер айтамыз. Тезірек. Молодец. Интернеттің пайдасы ол сабақты дұрыс сабақты қалмай қалған кезде біз интернетте сразу жүгінеміз. Сендер оған қарсы қандай пікір айтасыңдар? Қандай пікір? Сендердің көмегіне? Мұғалімдің ата-ананың көмегіне, көп көрмей өзіміз істеуге тырысуға болады, иә? Сендер интернеттің қандай пайдасы білмейтін көруге болады. Білмейтін заттарыңызды, иә? Дұрыс. Енді сендер оған қарсы қандай нені айтасыңдар? интернетке кіріп әртүрлі жарнамаларды басуға болмайды. Оның ішінде алады. Молодец, керемет пікір айтты, иә? Енді? Сендерді, қазіргі кезде бір-бірімен қосылып ойнайтын ойындар көбейіп кетті, иә? Балалар интернет арқылы көп ойындарды балалар бір-бірімен өздері ара ойнайды, иә? Дұрыс па? Енді сендер оған қарсы қандай? Интернет көп болса адамның әртүрлі заттарды көре берсе, ол жүзді болады. Дұрыс айтасыңдар, яғни достарымен бірге ойнаған дұрыс, иә? Көріп ойнаған интернеттен емес, бір-біріне барып, бір-бірімен сабақ оқып сонда ойнаған дұрыс. Яғни тағы Сәбира айтасың. Интернеттің пайдасы бір затты сатып алуға болады. Керекті затты уже қайталанып жатыр, иә? Керекті заттарды сатып алуға болады. Сендер оған қарсы не айта аласыңдар интернеттің зияны туралы?
Яғни біздің группамыз нәр бөлім тобы интернетте көп болса оның қолдары өтіп жаман кетеді. Олар көздің алып көзге операция жасауға молодец. Яғни екі топта не дұрыс айтты. Сендер екі топта бірдей тең топ теңсіңдер. Яғни екі топта бірдей пікірлерін білдіре алды. Әйтпесе нәр бөлім тобы бізде жеңеңдер тұрған еді. Қарсы пікір табылған соң бәрі тауып тепіңіздер. Енді жұптық жұмыс, яғни практикалық екі үш слайдтан тұратын презентация жасау. Презентация арналған ақпаратты компьютерден немесе интернеттен алуға болады. Балдар қазір қолдарында байқасаңдар екі енгізілген бірдей зат берілді, иә, дұрыс па? Енді осы заттарыңызды алып, осы компьютердің қасынан екі отырасыздар. Бірдей заты бар оқушы, екі компьютер орнында. Мысалы анасы бар, не ресурс ретінде пайдаланамыздар, иә? Енді осы қолымыздағы заттарды атын біліңіздер, байды жанын біліңіздер, иә? Енді оны маған презентация ретінде көрсетесіздер. Презентация кіру үшін барлық сабақта сабақ барысында түсіндік, иә? Бұл қан оқушылар кірер үшін көреміз, иә? Bir компьютерде екі оқушы істейді, бір-біріне көмектеседі. Келген топ басшылары көмек алған кезде жәрдемдеседі. Қазір алдымен не істейміз? Презентация PowerPoint-та ашып аламыз. Топ басшылары көмектеседі, істеп береді деген сөз емес. Түсінікті ма? Көмектеседі. Тақырыбыңызда қолыңыздағы заттар бойынша болады. Түсінікті ма? Кімнің қолында не зат болса, сол затты интернеттен іздейміз, суретін аламыз и қосымша ақпаратын аламыз. Түсінікті, иә? Онша көп істемеңдер, екі-үш слайдтан тұратын суреті жазылу болсын. И сендер өздеріңнің есімдерін жазып қойың. Сен Абдаханның бар? Сен мандарин? Сен Абдаханның қасына бар? Сен банансың ғой? Банан Абдаханның бірге мандарин. Екеуі Мұхаммад Юсуфпен жазды, иә? Мұхаммад Али Абдаханмен бірге жұмыс істейді. Ол бала деп бөлмейді. Абдахан екеуі бірге. Иә? Райхана бастап кетті. Мұяқта Сакияларда бастады, иә? Мұхаммад Юсуфта, Мұхаммад Али, Диарбек, олар уже бастап кетті. Осылай кетеді. Сөйлер, еш, оған мүмкін қалмады. Мен өткен сабақта айтқанмын. Сендер де, иә? Өзің екеуі істеп жүрген енді интернетті іздейміз, жатасыз, иә? Қай топ болды? Жаңа топ жазу қойса болды, иә? Молодец. Енді мына жақта яшыны, яғни техника бар, иә? Жазу қойса болды. Қаламас бетер қойып, соған байланысты мағлұмат аламыз. Мысалы, мен деп жатқан жерде аппарат деп қосылады. Аппарат деп дегенде керек аппарат деп жатады, иә? Бұл бала бізді елге айтамыз. Болыңдар, иә? Департамент жаңа істеген презентациясы, я светова, жазылуға, керемет. Сендер өздері заттарын алмас біліңдер, иә? Молодец болған. Қалғандарға көмектесіп беріңіздер. Не көресіздер? Енді бұған түсіндіріп түсіндірме? Я сендер көрейін. Молодец, керемет шықты. Суреттерін, яғни анимация беріңіздер. Дайында қойсыздар. Яғни банан не айтасыздар? Енді көмек қолға жиналайық. Уақытты үнемді мақсатында. Молодец, енді тоқтарға бірдей әрекет барды. Адамдар шөберінде көмектесіп көтеріп. Көбінен көмектесіп. Одан sen ama da kermet çıkacak. Yani bu malades kermet çıktı. Ama kalıp bir kalsın. Sana kalsın. Malades kermet çıktı. Yani kalanları direkt kolay kolay kesebiliriz. Değil. Çok uzun. Bakalım bir kolay kolay kesebiliriz. Direkt. İnan. Vallahi direkt inan. Kalanları şimdi yerken ortada inalayıp çok uzun zaten bunlar toplamdan da fazla veriyorum. O fazlalarda şimdi yani o başka bir koy akıllı akıllı. Ademede mama köşesinde koş ben ademede yaptıram. Koş ben ademede yaptıram. Yani şimdi onlar bazı kelime. Ademede yaptıram. Ya молодец. Direkt yaptıram. Ademede direkt yaptıram falan. Ademede sürekli boşuna sürekli. Direkt olmuyor. Ademde kırmızı adem çıkartı var. Kaçta gerek var, kaç gerek olur? Buna kaç olur, kaç gerek?
Atmıyor muyum? Sana söz var, sözü çok. Şimdi sen de sözler, çok sanatlar kaldı. Gezili o tarafta. Yedi. Bu kadar kalınlar mı? Gel mahkemede. Buyurun. Yedi. Bu toprağı mısınız? Yani senin de bu toprağı mısınız diye çıkardı. Ya bu toprağı fazla alayım diye. Bana toprak arasında. Aslında sözü. Bizim tarafı sen ya. Bugün sabah ne sıkıntı oldu mu? Ben fazla otur falan. Bir aslında kitaplarında. Kitap elektronik var. Gerçekten bulmuş bir kere. Nasıl bir kere? Hadi de merak ediyorum yani. Yine Orhan'ın Orhan biletin tablounda şöyle yazmış. Yine de geliyor. Gel balans edince olsa yine okumam gerekiyor. Eğer bu sözü nasıl sıkı basatım olsa da yani tasmanın süngerinde ortaya almanızda. Kralı parası. Sol da içinde kızılı. O senin süngerin gezi sol yerine bakıyorlar. Bular. Her sonra aşağımız. Masalar evlilik sehaflı. Bugün sabahçılarda. Tekstil eylemez. Yani okullar bugün sabahçı. O da mazda tarımda alır. Ben de alır. O var. Basıp tutup çıkarıyordum. Bunlar da bakabilir misin? Bu olmayacak. Olmayacak ya. Son yıllarda benim ya. Ben basabilirim. Zaten ya, ürün sabahımızda süngerimiz sağlı biliyoruz. Yok, bunu basma. Bu. Boldan. Bol. Ürün sabah son ayak kaldı. Tamam. Zaten ben yine al aldı. Üzerime de